Құрметті оқырман, әңгіме ТВ арнасына қош келдіңіз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Кейін мектеп бітірген соң оқуға түсе алмадым. Ауылда мал соңында жүргенімде әскерге шақыртып, Ақтауға алып кетті. Сөйтіп 2,5 жылдың әскер мені басқа өмірге бұрып жіберді. Мұнда жүріп, мен көп өзгердім. Әрине, ауылды, ата-анамды, атам мен әжемді сағындым. Бірақ әскердің аты әскер. Кейін оралған соң ауылда қалғым келген жоқ. Жастайымнан жұмсап, қара жұмысқа салып үйренген ата-анам менің ауылда қалуымды қалағанмен, мен әскерде бірге болған достармен қайдасың Астана деп бейтаныс қалаға тартып отырдым. Әскерде болған біздер мұнда әскери қызметке орналасып, келісім шартпен жұмыс істей бастадық. Үй күйіміз маған достармен баспана жалдау азабы бұйырды. Пәтерден пәтерге көшу, орташа жалақы біреуден кейін біреуден ілгері өмір сүргізіп жатты. Осы уақыттары ауылдағылар мені бірде-бір рет іздеген емес. Менің бар жоғым оларға бәрібір секілді. Болашағым, тағдырым олар үшін әншейін өзгенің өміріндей көрінетін. Астанада жұмыс іздеп жүріп баспанаға қолым жете қоймады. 2 жыл ішінде құжат жинап, түрлі бағдарламаларға тапсырғанмен ақша жағынан үлкен мәселе туындап, оған іліне алмадым. Әскерлерге тиетін баспананың кезегі тимеді. Достарым шетіне үйлене бастаған соң менде отау тігуге бел будым. Бірақ дайын тұрған қыз болмады. Сөйлескен қыздардың дені ұнай қойған жоқ. Көңілі қалаған қыздармен жақын таныса келе шақтырмай қалдым дегендей сылтау көбейеді. Осылай бәленің көзі, түгеннің сөзі жақсы деп жүргенде Айша есімді қызбен таныстым. Менен 6 жас үлкендігі бар, 30-ға енді толған. Ол біз жалдап тұратын үйдің маңындағы дәріханада істейтін. Кезекті рет жұмыстан шығып аялдамаға кездейсоқ танысқан соң бастапқы кездері біз жиі ұшырасып қалып жүрдік. Таныс жандарға айналған соң жиі сөйлесетінбіз. Кішіпейілдігі, ұяңдығы маған сондай ұнап тұратын. Жасы үлкен дегені болмаса, екеуміз қатар тұрғанда көбі бізді қатарлас деп ойлап қалатын еді. Соңғы кездері жиі сөйлесетін болған соң ба мені жігіттік танытып, кездесуге шақырып жүрдім. Әңгімесіп, жарасып, қыз бен жігіт болып жүре бастадық. Бірақ ол менің үлкен болғаныма достарымнан ұяласың деп кінә таға беретін. Мен ештеңеге қарамайтынымды айтып, ақталатынмын. Жарасып жүріп, жұп болдық. Кейін үйленемін деген ұйғарымға да келдім. Мені онсыз да іздей қоймайтын ата-анама мұны айтқанымда олар кейінге шегере тұруымды айтқан. Той шығының өзім көтеретінімді айтқан соң олар келіскендей болды. Алайда жасы үлкен екенін білгенде бірінші анам, кейін туыстар, аға, бауырларым өсөгіп, бұлай етпеуімді айтып бақты. Бірақ алған беттен қайтпадым. Екі жақ келісіп, мен өзімнен 6 жас үлкендігі бар Айшаға үйленіп тындым. Тойымыз жезқазғанда дүркіреп өтпесе де өз деңгейінде болды. Ақтөбеден келген құдалар жағымыз ырымын жасап, 2 жас төс қағысты. Тойдан кейін аз уақыт ауылда аялдап, жұмыс басталатын болғандықтан Астанаға оралдым. Бастапқы кездері өзім ауылға хабарласып тұрғанымен олар мені іздейтін түрі жоқ. Ағайындарыма менің бар жоғым бәрібір секілді көрінді. Анам бастапқы кезден-ақ Айшаны жақтырмады. Мені айналдырып алды деп іштей сөгетінін сезгем. Келін болып түскенін қабағы жазыла қоймады. Туған туыс әйелім дайындаған тамағымды да жақтырмаған болып, шетінен мінжіл болып шыға келді. Осылайша Астанада тұрып жатқан біздерді ауылдан іздеп келген ешкім болмады. Кейін өкпеледім бе, мен де хабарласпайтынды шығардым. Айша қанша араласуға тырысқанмен онысымен түк өнбеді. Отау тіккелі онсыз да ағайынмен жақын емес, мен алыстай түстім. Туыстар ештеңе емес. Ата-анам, аға бауырларым мені іздемейтіні қатты қынжылтады. Хабарлассам бір түрлі
қарайтындай. Оған себеп Айшаның менен үлкендігі. Керісінше қайын жұрт бұл жағынан осалдық танытпады. Жолы түскендермен қайын атам ет-метін беріп жіберетін. Достарым да қайын жұрттың баласы деп ат қойып алды. Қазір Астанада пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Үйленгенімізге 1,5 жылға жуықтады. Арасында аз-маз іріншіп қалғанымыз, татуласамыз тез. Маған қарсы келе бермейді. Ұяң мінезіне салып көбіне үнсіз қалады. Ренжіп қалуы бейім. Ал ауылдан еш туысымыз ат ізін салған емес. Оның қасында қайын жұрттан бірнеше рет келіп кеткендер бар. Айшаның босануға ай-күні тақалып қалды. Ертең кішкентайлы болғанымызда ауылдан әке-шешем келмей қала ма деген уайымдаймын. Қанша дегенмен де келмей қалса өзгелердің алдында ұят қой.